Мен бүгін бір өте сондай бір тақырыпты айтқым келеді. Көп айтылатын, көп талқыланатын, және көп адамдарда өзінің қалыптасқан көзқарасы бар бұл тақырып жөнінде. Ол достар туралы, достық туралы тақырып. Оның бәрінің көкейінде бар деуге болады бұл тақырыпты. Сондықтан айтып көрейік. Менің осы өмірімде қалыптасқан ойлар туралы. Ол ойлар мынандай: достық негізі ойдан шығарылған нәрсе. Достық деген ол артистизм. Достық деген ол бүркеме. Достықпен бүркемелейді адамдар өзінің қарым-қатынасын керек, өзіне керек. Достық ол пайда бар жерде бар достық. Пайда деген міндетті түрде ақша немесе дүние мүлік емес. Пайда деген өте кең мағынада айтылған сөз. Мысалға, жай тек сөйлесуге, біреумен өзің ойыңды айтуға болатын адам, шағымдануға болатын, кейде жылап алуға болатын адамды да пайда деуге болады. Қандай да болмасын, бір қарым-қатынасқа қатысы бар нәрсені пайда деп айтуға болады. Ол тек қана, тағы да айтамын, тек қана ақшаның пайдасы емес, дүние мүліктің немесе мансап, атақтың пайдасы, таныстықтың пайдасы емес. Мысалға, біреу бір жақсы дәрежеде отыр, жақсы бір мансапта. Сонымен таныс болған саған пайдалы, да? Ол пайда. Бірақ жай тек қарым-қатынас та пайда. Өйткені сен қарым-қатынасың болмаса, құсау боласың ғой, мысалға. Ешкіммен араласатын да ешкім жоқ дейтін, әңгіме айтатын да ешкім жоқ, шақыратын бір қонақ қылып, баратын қонақ болып та ешкім жоқ деген, ол да пайда. Сондықтан пайда деген, тағы да айтамын, кең мағынада айтылған нәрсе. Ешқандай да пайда жоқ болса, ешкім іздемейді де сені, ешкімге керегің де жоқ сенің. Сен керексің, егер бір пайдаң болса біреуге. Сен де біреуді іздейсің, егер біреу саған пайда болса, қандай да бір мағынада. Сол кезде сен оны іздейсің. Егер саған біреу керек болып қалса, сен оған бір мұқтаж болып қалсаң, бір мұқтаждығың болып, бір керектігі болса, сен оны іздейсің. Анадан сұрайсың, мынадан сұрайсың, анда барасың, мында барасың. Жердің астына тығылып қалса, жердің астынан тауып алуға дайынсың. Және жасайсың да соны, бар. Өйткені ол саған керек, сен оған мұқтажсың. А егер ол керек болмаса, онда сен тап алдыңда тұрса да сен оны көрмейсің. Сен ба дейсің, жүре бересің, мысалы, танитын адам болса. Танымайтын болса, тіпті танымайсың. Болды, жүре бересің. Бар ма, жоқ па, ол өлі ме, тірі ме? Ешкімнің қатысы жоқ, ешкімнің қызығушылығы жоқ, ешқандай. Сондықтан, оның бәрін достықпен бүркемелейді. Біз доспыз деп. Маған ештеңе керек жоқ. Мен жай тек сыйлайым дейді, мысалға. Немесе айтады, біреулер туралы айтады, мынау деген азамат, бұл деген керемет. Шындығында ол мүмкін саған азамат шығар, өйткені саған, сенің оған пайдаң бар. Ол да сені пайдаланады, қазір болмаса кейін болашақта пайдаланады. Егер сенің ешқандай пайдаң жоқ болса, ол да саған ешқандай азаматтық жасамайды. Азамат болса, азамат барлығына жасау керек қой. Барлық адамға, айналасында. Бірақ олай емес қой. Сондықтан достық деген ол бүркеме сөз. Адамдар өздерінің бір пайдасылы қарым-қатынастарын достықпен бүркейді. Біз доспыз деп. Шындығында ол тек бүркеме. Өзінің пайдаға арналған қарым-қатынасын достықпен бүркемелейді ғой. Бұл өмір
әрқайсыңызда талай естіген бір түсінік бар ғой, өмір театр деген. Біз сол театрдағы артистерміз деген. Ол да соның несі. Достық деген ол театр. Дос болу да театр. Артистер, біз доспыз деп төс қағыстырып жүреді. Бірақ шындығында ол тек керек қарым-қатынастар. Керек жоқ болса, ол достықта бітеді. Бірақ бір не бар, кішкентай бір ерекшелік. Ол мысалға жас балдар арасында достық. Мысалға 17, 18, 19-дағы балдардың арасында алқам шүкір бір достықтар болуы мүмкін, достық қарым-қатынас. Әлі бала кезде, балғын кезде, отбасы жоқ, бала шағасы жоқ, дүния мүлкі жоқ кезде достар бір шынайылыққа жақын достық болады. Шынайылыққа жақын. Бір-бір үшін тұрады, бір-бір үшін арқасын қояды дегендей. Бірақ олар сол балдар кішкене өсіңкіреп, отбасылы болып, дүния мүлікті болып, бала шағалы болғаннан кейін ол қарым-қатынас өзгереді. Олар сол күйі сол дос, араласады, құраласады, бірақ егер бір оқыс бір қиын жағдай болып қалса, уже мүлдем басқа әңгіме болады. Басым көпшілік жағдайда. Сосын тағы бір ерекшелік, ол мысалға біреулер сұрауы мүмкін. Қалай сонда мысалға әртүрлі бір соғыста, бір сондай бір жағдайларда адамдар бір-бір үшін тұрады ғой, бір-бір үшін көмектеседі ғой, дейді. Бар ондай жағдай. Бірақ ол достыққа қатысты емес, бастың амандығына қатысты. Сен қасындағы адамдарды қорғамасаң, саған да бірдеңе болуы мүмкін. Сондықтан бір-бір үшін олар мүдделі, бірін-бірін қорғауға, бір-біріне көмектесуге. Бір ауызбіршілікпен бір-бірін көмектесіп, бір-біріне жақтасуға олар мүдделі. Себебі өзінің қарабасының үшін. Егер ол аналарды көмектесіп, олар жақтамаса, бұған да өзіне де жаман болады. Сондықтан ол мүдде, достық емес. Мүдде деген интерес, білмейтіндер болса. Сондықтан ол достық емес. Ол ортақ бір шаруа. Сондықтан дос деп көп соған еліктеп керек емес. Соған қатты сеніп те, мынандай мен достарым бар, андай деп. Ол әрбір достың өзінің бір бағасы бар. Біреу тек кішкентай бір қысылтаяңнан ақ кетіп қалады, қашып кетеді. Біреулер ортан қолды қысылтаяң бір жағдайдан. Біреулер енді өте сирек кезде бір талайға дейін барады, қасыңда сен болып. Оның бағасы былай ғой, ақшаға байланысты мысалға, немесе бас бостандығына байланысты болады, немесе денсаулық, өмірге де байланысты болады. Сен үшін өлімге дейін барып, денсаулығын құртып етуге, сондайға дейін баруға тұра ма, тұрмай ма деген сияқты. Немесе бостандығынан айырылуға сен үшін тұра ма, тұрмай ма. Немесе ақшасынан айырылуға сен үшін тұра ма, тұрмай ма. Сондай қысылтаяң жағдайда көрінеді адам достықтың жоқ екені шындығында. Өйткені бәрі өзінің қарабасын ойлайды. Ең бірінші. Жас балдар, тағы да айтамын, жас балдар олар ойламауы мүмкін, бір-бір үшін тұруы мүмкін. Әлі ештемесі жоқ, өмірде ештеме көрмеген көп. Олар тұруы мүмкін. Болады да, тұрып та жүр, оны талай көріп жүрміз бәрімізде. Бірақ өскен сайын оның бәрі өзгере береді. Сондықтан тағы да айтайын, ол достық, ол бүркеме. Достарының қандай екен сен екі жағдайда көресің ғой. Егер қолыңда дәуір болып, мансап дәрежең болып, ақшаң болып, қолыңнан бірдеңе келетін болып тұрса, сенің қасында дос көп болады.
колунан иштемей келмей калса баары тымтыракай болот. Болду. Несі бір не жасап, сондай бір эксперимент жасайтын иштемesi жоқ, ол солай өмір. Қай қайсысы да сондай нәрседен өткен шығар, адамдардың осыны тыңдап отқандар. Өз басым әйтеуір талай өттім ондайдың. Сондықтан сенімді нық айта алам. Оның бәрі бүркеме сөздер, достық деген. Шын мәнісінде тек пайда бар, достық емес. Пайдаға байланысты. Пайдалы болса достық та болады. Пайда жоқ болса достық болмайды. Болды, сол.